Бүйтіп жасаған сыйлықтарың дұрыс. Құдайым-ау. Үйдің де жағдайын көрдім, мама. Асықпай шешеміз, келіп ремонт жасаймыз, мама. Мен білмеймін, шынымды айтсам. Білмеймін, анашым. Ерғали, сен қайдан білесің? Сен ауылға 3-4 жылда бірақ келесің ғой. Ал қызметіңнен шыға алмайсың. Қайдан көресің үйдің жағдайын? Але, қойш, дәл бүгін ұрыспай қойықшы. Бүгін анамыздың туған күні емес па? Анамыздың туған күні есіңе енді түсті ма, Ерғали? Сен анамыздың туған күніне арнап не алып келдің? Менің күйеуім тенчик болса да көйлек әкеліп сыйлады. Ал сен не алып келдің? Бір жоқ көлемде жоқ. Ақшалай берем анама. Ой, қойшы, сен ақшалай, сен барлығын ақшамен шешесің ғой, Ерғали. Ақшаң болса неге мына бауырыңа коляска алып берем дегені қанша болды? Москвада ана беремін деп. Москвадан әперем деген саған. Қайда сол мақсат? Алып берем, Алия. Қойш, бүгін бастамай қойш тегі. Түк өзгермепсің тегі. Бастаймын мен. Неге шырылдамайды екенмін? Мына менің күйеуім де, мына сен де еркек емес естің бе? Не айтып тұрсың сен? Доғар болды. Сен керек десең, анамның туған немерелерін әкеліп көрсетпейсің сен. Жеңгемізді ол мүлдем көрмейміз. Сен де. Доғар дейін болды, Алия. Жоқ, мен бүгін айтамын. Дәл қазір осы жерде айтамын. Сен не істедің? Осы отбасының үлкені болып, не істедің сен? Сен тек қана өзіңнің қызметіңді ойлайсың. Сен ана дәл машинаны бізді де сыйғызбай өзі келдің ғой. Сен әлде бізбен бірге туғаныңды намыстанасың ба? Алия! Өзіңшіл, өр көкірек, сасық кеуде! Құдайым-ау, бауыр-бауырына қол көтерді деген не сұмдық мынау? Әкелерің бақыт деген осының бәрін көрмей кеткен. Құдайым-ау, бүйткен чала салып ерген. Құдайым-ау, құдайым-ау. Көке, сіздің бұныңыз не? Әли әпке, сіз ше? Мен сіздерді мүлде тани алар емеспін, көке. Әли әпке, есіңізде ме? Осы Ерғали көкем бала күнде науқастан қалған кезінде сіз емес пе едіңіз? 3 күн бойы нәр татпай, көз өлмей, осы кісіні қараған. Ал мына мен, осы қуарбаға танылып баған сәтінде, сіздер әрқайсыларыңыз мына мені арқаларыңызға салып, баққан жоқсыздар ма? Көке, не болып барады мына бізге? Неге ұрса береміз? Соңғы рет әкемнің жаназасында екен, ойланып отырсам ұрыспаған кезіңіз. Мен бүгін табыстырамыз ба деп ойлағам, бірақ болмады. Мен сіздерді мүлде тани алар емеспін. Әлде бізге арамыздан біреу кету керек пе? Ұрыспай, таласпай өмір сүру үшін. Мақсат олай айтпашы. Айтпашы олай мақсат. Қайда Дәрияпке? Біздің бала күндегі бауырластық, сыйластық деген сезім қайда? Қайда кеткен сол шақтардың бәрі? Тура осылай өмір сүргенше өмір сүріп қажет не? Айтыңыздаршы маған, Әли әпке. Өмір сүріп онда қажет не, көке? Анамды да дәл бүгінше ренжітетін жөндеріңіз жоқ еді ғой. Араларында мен ақ бақытсыз екем. Сен дұрыс айтасың, Алия. Мен өз отбасымды бүгінгі анамның туған күніне алып келе алмадым. Алия, жеңгең болса анау, балалар төркініне жіберіп, бауылейін будь скучно деп. Қолым қалай барды екен, Алия, кешірші мені. Қарындасым, жаным. Кешіріңдер мені. Бұл өмірдегі ең бақытсыз жан, ең бар есен, менен дөкті бейшаралар бар екен ғой. Ола. Бажеке, несін айтасың? Кезінде мені менсінбей бейшара оқымаған деуші, оқыған адам түрі мынау, өзінің бауырларына жұқыр қалып жүгіреді. Жарқынбек, қойшы отқа май құймай құдай үшін. Ой, кетші бар сені ма? Сен едің осы жерге жетпей тұрған. Кетіңдерші бар ма? Кетіңдерші. Кетіңдерші. Кетіңдер. Анашым, олай демейші. Кетіңдер. Анашым, өтініш, қалқынағаншы. Анашым, Кетіңдер. олай демейші. Бәріне менің әлім. Мен бар мақсатым
таныстырғым келеді. Анашым, мен едім осы күнді ұйымдастырған. Кешіріңізші мен үшін. Çünkü sen de ayağıma vurulmayın. Ya anашым, анашым, білем. Мен кінәлімін бәріне. Мені мына арбаға таңылған сіздің жүрегіңізге бататынымды білем. Және де мен отбасын құрып, бала сүйе алмайтыным да бар. Мен сіздердің барлықтарыңызды қатты жақсы көрем. Анашым, кешіріңіз мені. Мен сіздердің барлықтарыңызды қатты жақсы көрем. Анашым, кешіріңіз. Мама, бәріне мен кінәлі. Мен сіздің қасыңызда болам. Мен ешқайда кетпеймін, анашым. Бұл, жұман Қойыңдар. Басым ауырып кетті ғой. Қайтамыз, Зария. Жинал.